Уақыт өтті зымырап, қасымызда жоқсыз, әке, сіз бірақ. Сағынамыз, өзіңізді еске алып, сіздің жарқын бейнеңізді біз жылап. Анашан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағынды ғана сізді баршамызда. Айтуарұлы Досымбек атамыз 1916 жылы бұрынғы Шымкент облысы, Түркістан қаласы Үлгілі ауылында Айтуар атамыздың шаңырағында дүниеге келген. Үлгілі ауылында өсіп ер жетіп, 1931-1935 жылдары Түркістан қаласы ФЗУ оқу орнында машинистің көмекшісі мамандығын оқыған. 1935 жылы Самарқанд қаласына жолдамамен машинистің көмекшісі болып жұмысқа орналасады. 1939 жылы әскер қатарына шақырылып, 1939-1940 жылдары КСР-Финляндия соғысына қатысқан. Елге оралмай әскер қатарында жүріп, 1941-1945 жылдар аралығында Ұлы Отан соғысына қатысқан. Соғыс майданында 7 жыл жүріп, елге аман есен оралған. 1946 жылы наурыз айында линейный отдел милицияға қызметке тұрып, өз қызметін адал атқарып, 1972 жылы зейнетке шыққан. 1947 жылы Украинадағы Бандера көтерілісіне барып, қоғамдық тәртіпті орнату үшін өз үлесін қосқан. Досымбек атамыз 1946 жылы Орынкүл әжемізбен шаңырақ көтереді. Атамыз бен әжемізден 5 ұл, 1 қыз дүниеге келген. Тұңғышы Рүстембек, Қалдарбек, Жаңабек, Жарқынбек, Жандарбек, Анаркүл. 1976 жылы атамыз 60 жасында өмірден өтті. Артында әжеміз 6 баласымен қалды. Алланың жазған тағдырына көніп, Орынкүл әжеміз аналық мейірімімен, батыл мінезінің арқасында 6 баласын бағып-қағып өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, анамыз әр баласына жеке-жеке көмек көрсетіп, өз еншілерін берді. 1996 жылы әжеміз өмірден озды. Алланың қалауымен 5 ұл, 1 қыздан 3 ұлы өмірден озды. Аллаға шүкір. Қазіргі таңда Досымбек атамыз бен Орынкүл әжемізден тараған 5 ұл, 1 қыздан 21 немере, 64 шөбере бар.